Армысыздар, ардақты әлеумет. Мынау Түркістан облыстық азаматтарға арналған үкімет орталығы. Бұл жердің қолдануға бергеніне бір жыл уақыт болды. Міне бұл жерде біраз мердігер компанияның жұмыстарын көріп жатырмыз. Мынау мүгедектерге шығуға арналған орын. Өте тайғақ, биік. Мына жердің енді айналып көреміз. Мынау санатқа сай жасалынған мінекей. Мына тұстар. Қолданысқа берілгеніне бір жыл болған. Қазір айналып көріп келе жатырмыз. Міне мердігер компанияның жұмысын қабылдап алған тапсырыс беруші құрылысты. Бұны қандай мердігер компания жасады? Тапсырысты Түркістан облыстық әкімшілігі берді ме, Түркістан қаласының әкімшілігі берді ме? Бұның барлығын журналистік зерттеу жүргізіп көретін боламыз. Бір жылда қолданылып үлгермеген. Осы мердігер компания істеген болу керек. Лентамен қоршап қойған. Жемқорлық және заң газетінің редакциясының және 27 ақпан Түркістан қаласы әкімдігінің бекітуіменен қоғамдық бақылау комиссиясының мүшесі болып тағайындалғанмын. Тексеру барысында қазір өзіміз біріншіден журналистік зерттеу жүргізу мақсатында осындай заңсыздықтарды көріп жатырмыз. Бұған енді мердігер компаниялар қалай жұмыс жасады, оны кім қабылдап алды? Бұның барлығын журналистік зерттеу нәтижесінде өздеріңізге тағы да келесі бөлімдерде көрсететін боламыз. Әзірге не осы өте сапасы жасалған. Қаншалықты стандартқа сай, бұның барлығын тексеріс нәтижесі анықтайтын болады. Жақсы, аман сау болып тұрыңыздар.